Қайырлы күн, қадірлі көрермен және бақ өкілдері. Шымкент қаласының өңірлік коммуникациялар қызметі ақпарат алаңынан тікелей көрсетімді бастаймыз. Құрметті әріптестер, бүгінгі баспасөз конференциямыздың тақырыбы Шымкент қаласының ірі кәсіпорындарында экология департаментінің 2024 жылға жүргізген тексерулер мен нәтижелері туралы болмақ. Құрметті әріптестер, бүгінгі медиа алаңымыздың құрметті қонағын таныстыруға рұқсат етіңіздер. Қозыбаев Ермахан Тастанбекұлы, Шымкент қаласы бойынша экология департаментінің басшысы. Қош келдіңіз, Ермахан Тастанбекұлы, сөз кезегі өзіңізге беріледі. Қайырлы күн, бүгінгі жиынға қатысушылар және құрметті бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері. Қош келіпсіздер. Жаңағы атап өткендей, біздің Шымкент қаласы бойынша экология департаменті, мынау экология және табиғи ресурстар министрлігінің аумақтық департаменті болып табылады. Жалпы департаментте 10 мемлекеттік қызметкер бар. Басшылық құраммен алған кезде 3 бөлімнен тұрады. Экологиялық бақылау бөлімі, экологиялық реттеу бөлімі, аналитикалық және лаборатория дейміз, аналитикалық зерттеу бөлімі. Жалпы 3 бөлімнің қызметі әртүрлі. Жалпы экологиялық бақылау бөлімі жаңағы өзіңіз айтқан тексерулермен жүргізеді. Реттеу бөлімі бізде жаңағы ірі және кәсіпорындарға экология рұқсат құжаттарын беріледі. Ал лабораториялық бөлімі ол жаңағы ауадағы, судағы, жердегі сынамалар алып, сондай тиісті жұмыстар жүргізіледі. Жалпы енді Шымкент қаласы бойынша экология департаменті қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті орган ретінде мемлекеттік экологиялық бақылауды жүзеге асырады. Департаменттің жалпы жұмысының басым бөлігі қала тұрғындарының түскен арыз шағымдар, әлеуметтік желідегі жарияланымдары қарауға бағытталып отыр. Арыз шағымдардың негізгі себебі, мынау қала тұрғындарына келіп түсетін арыз шағымдардың негізгі себептері жаңағы қала ішінде жаңағы мал ұстау, немесе жаңағы сарқынды сулардың ағуы, немесе жағымсыз иістердің шығуы, немесе қандай да бір кәсіпорындардың түнгі уақыттарда заңсыз немесе күндізгі уақыттарда жұмыс жасауы болып табылады. Мынау енді жалпы департаменттің 24 жылы 12 айында жасап өткен жұмыстарына тоқталып өтсем, бірінші экологиялық бақылау бөлімінен бастайық. Бірінші жалпы Шымкент қаласы бойынша экология департаментінің 24 жылдағы 12 айда жасаған жұмыс тексерулердің саны жалпы 38 проверка жүргізген. Оның ішінде профилактикалық бақылау дегеніміз 15, тәуекелді талаптарға сәйкестігі туралы 6 және жоспардан тыс тексерістер 17. Профилактикалық бақылау дегеніміз ол тек қана мекемелерге жаңағы айыппұлдар салынбай нұсқамамен шектелеміз. Ал мынау талаптарға сәйкестігімен және жоспардан тыс тексеру жүргізген кезде кезінде жаңағы әкімшілік айыппұлдармен және сотқа дейінгі жаңағы тоқтату туралы талап арыздармен шығатын боламыз. Жалпы мынау осы тексерулердің нәтижесі бойынша 101 хаттама толтырып, 284 миллионнан аса айыппұл салынған. Жалпы қала бойынша айыппұл салынған. Қазіргі таңда мемлекет бюджетіне өндірілген айыппұлдың суммасы 283 миллион теңге болып тұр. Енді 1 миллион теңге қазіргі уақытта жаңағы срогының өтпеуіне байланысты қазіргі әлі орындалудағы тұрған жаңағы қаулы. Осының ішінде жалпы бізде индустриалдық аймақтарға негізі көп арыз шағымдар түседі. Осы индустриалдық аймақтардың негізгі біз 38 тексерудің ішіндегі 14 тексеру осы индустриалдық аймақтарға тиесілі. Индустриалдық аймақтарға жалпы салынған штрафтың көлемі осы 14 тексеруде 220 миллион теңгені құрады. Қазіргі уақытта ол толық мемлекеттің жаңағы пайдасына өндірілді. Сонымен қатар слайдты өзгертсеңіздер, сонымен қатар 3 мекемеге қатысты департамент полиция басқармасына жаңа сұраныс хаттар жолданды. Ол жерде жаңа қылмыстық құрамы бар ма, жоқ па деген мәселеде. Мынау өздеріңіз көріп отырған бұл жерде жаңа Эколайф деген мекеме медициналық қалдықтарды өртеумен айналысады. Сол жаңағы бұл мекемені көрсетіп жатқан себебіміз бұл жерде жаңағы нефтешламдарды және осындай қалдықтарды қала территориясында Казбакалитор жақта бір территорияға барып тастап жатқан және ұсталған. Біз соны жаңа қылмыстық құрамын анықтау мақсатында полицияға жолданған болатынбыз. Қазіргі таңда
қылмыстық құрамы жоқ деп бізге жаңағы қысқартылған түрде келді. Біз оны қылмыстық құрам болмағандықтан өзіміз жаңағы департаментке аталған тұлғаларды шақырып, жаңағы 700 МРП дейміз, 2 миллион 752 мың теңге қазіргі таңда айыппұл салынды. Сонымен қатар өздеріңізге барлықтарыңызға белгілі, жазғы уақытта анау күкірттің жануы бойынша да бір мәселе болған. Сол мәселе бойынша қазіргі таңда ол да сот, жаңағы біз департамент соттың қылмыстық құрамы бар жоқтығын анықтау мақсатында жаңағы полиция басқармасына жолданған. Қазіргі уақытта қылмыстық іс тергеліп жүріп, бір сотқа өткен, соттың қарауында қазір жүріп жатыр. Онымен қоса қазір бір мекемеге қатысты тоже жаңағы ол полицияда жатыр. Егер қылмыстық құрам болатын болса, ары қарай сотқа өтеді, болмаса қысқартылып бізге келеді, біз әкімшілік айыппұл саламыз. Жалпы 23 жыл мен 24 жылды салыстырмалы түрде айтатын болсақ, 23 жылы осы департаментпен жалпы 113 әкімшілік іс қозғалған болатын болса, ол жерде 44 миллион теңге штраф салынған, салыстырмалы түрде былтырғы жылмен салыстырғанда. Ал биыл өздеріңіз жаңа көріп өттіңіздер, 284 миллион салынған штраф. Енді бұл жыл санап жаңағы айыппұлдың өсуіне алып келіп тұр. Сонымен қатар департамент мынау Қазақстан Республикасы әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 802 бабына сәйкес қызмет жасайды. Ол 802 бап дегеніміз жаңағы кез келген заңды және жеке тұлғаға тексеріс ашпай жауапкершілікке, әкімшілікке тарту деген. Мысалға, былай айтатын болсақ, біздің қызметкерлер, инспекторлар қалада бір заң бұзушылықты анықтаған жағдайда, мысалға, біз айыппұл салу үшін жаңағы міндетті түрде прокуратура органдарынан жаңағы рұқсат құжат алып тексеру жүргізу керекпіз. Ал мынау жағдайда 802 бапта егер біз заң бұзушылықтарды анықтаған жағдайда жаңағы правоохранительный орган, прокуратура болсын, жаңа аудандық полициялар болсын, соларға біз хат күйінде шығамыз, солар тағы ары қарай зерделеп, жаңа заң бұзушылықтар болған кезде бізге қайта жолданады, біздер әкімшілік айыппұлға тартамыз. Сондай негізде жаңа 802 баптың негізінде мынау аудандық прокуратурамен, қалалық прокуратурамен және аудандық полиция басқармаларымен жұмыстар жүргізіліп, жалпы мынау 11 мемлекеттік білім беру ұйымдары нәтижесінде тексеріліп, ол жаңа мектептердің жаңа қалалық прокуратураның ұсынысын негізінде тексеріліп, жалпы 11 тұлға, жауапты тұлғаға қатысты 20 әкімшілік хаттама толтырылып, қазіргі таңда жалпы 10 ескерту берілген. Қазіргі таңда мемлекеттің жаңағы пайдасына салынған айыппұлдардың барлығы толық өндірілді. Сонымен Қаратау прокуратураның ұсынысы негізінде осы 802 баппен Қазақстан Республикасы әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 324 бабының 1 тармақшасына сәйкес мынау аудандық жаңағы санитарлық тазалау жұмыстарын тиісті кезеңдерде ұйымдастырмаған үшін жаңағы аудандық жаңағы әкімшіліктен жауапты тұлғалар әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Сондай-ақ Қаратау ауданынан, Әл-Фараби ауданынан жаңағы жауапты тұлғалар жауапкершілікке тартылды. Сонымен қатар Шымкент қаласы, Шымкент гарнизонының әскери прокуратурасының қаулысымен 2 әскери ұйымға тексеру жүргізіп, жалпы 3 жауапты тұлға әкімшілік хаттама толтырып, қазіргі уақытта жаңағы салынған айыппұлдар мемлекет пайдасына өндірілді. Тұран аудандық прокуратурасымен де мынау Тұран ауданының жаңағы тиісті жаңағы әкімшілік құқық бұзушылық тартылып, қазіргі уақытта ол да жаңағы мемлекеттік пайдасына өндірілді. Аудандық полиция басқармаларымен бірігіп жүргізген жұмыстың нәтижесінде жер қойнауын заңсыз пайдалану фактісі бойынша 5 тұлғаға қатысты әкімшілік құқық бұзушылық хаттама толтырылып, жалпы 290 мың теңге айыппұлдар салынды. Мынау жаңа алдарыңызда слайдтағы жалпы 24 жылы 12 айында Шымкент қаласындағы ірі кәсіпорындарға жүргізілген және орта кәсіпорындарға жүргізілген мекемелердің жаңағы тізімі. Онымен қатар бұл жерде бір не бар, мемлекеттік мекеме бар, ол жерде энергетика басқармасы. Ол жерде мынау бір жаңағы жұлдыз мөлтек ауданында мынау қалалық канализация жүйесінен мынау сарқынды сулардың жер бедеріне асу фактісі болған. Ол бойынша жаңағы тиісті жұмыстар жүргізіліп,
мемлекеттік энергетика басқармасына нұсқама беріліп, қазіргі таңда ол жаңағы заңбұзушылықтар жойылды. Жалпы Шымкент қаласы бойынша жалпы ауаның сапасын бақылап отыратын Қазгидрометке тиесілі 6 экологиялық пост бар. 6 экологиялық пост бар. Ол посттар мынау біздің Қазгидромет мекемесіне тиесілі. Ол жерде ол жаңағы ластану деңгейі негізі 4 деңгеймен сипатталады. Ластанудың жоғарғы деңгейі және өте жоғарғы деңгей, көтеріңкі деңгей және төменгі деңгей. Мынау жаңағы индекстің көрсеткісі бойынша біздің Шымкент қаласы 20-шы жылдан бері көтеріңкі деңгейде. Себебі біз оның жаңадан қосылған өндіріс орындарымен және кәсіпкерлік нысандарының көбеюімен байланыстырып отырмыз. Жалпы 24-ші жылы ауаға тастандылардың жалпы шығын зиян заттар дейміз, солардың жалпы тоннамен шаққанда 35.000 тоннаны құраған. Ол жерде жаңағы жалпы қаладағы статистикалық данный. Енді сонымен қатар өздеріңіз көріп отырған слайдта, сонымен қатар экологиялық кодексінің талаптарына сәйкес, 21-ші жылы қабылданған экологиялық кодексінің талаптарына сәйкес бізде жылдық жаңағы атмосфераға тастандылары 500 тоннадан асатын мекемелер мынандай автоматты мониторинг жүйесін орнату керек болған. Қазіргі таңда Шымкент қаласы бойынша 4 мекеме кірген, оның біреуі үлкені жаңағы Петроказахстан Oil Products жаңағы нефтеперегонный завод, екіншісі Шымкент цементный завод, ТЭЦ и одан кейінгі стандарт цемент. Олардың барлығы 24-ші жылдың соңына дейін жаңағы мониторинг жүйелерін қою керек болған. Қазіргі уақытта 4 мекемеде орнатты. Жаңағы тестовый режим дейміз ғой, тестовый режимде қазіргі уақытта жаңағы данныйларды алмасу бойынша Астанамен жұмыстар жүргізіліп жатыр. Енді Құдай қаласа бұрынғыдай жаңағыдай мысалы аппарат алып болмаса басқаша алып жүгірудің қажет жоқ. Онлайн режимде осы үлкен ірі кәсіпорындарды онлайн режимдегі атмосфераға тастап отқан зиян заттарының қаншалықты шектік мөлшерден асқандығы немесе аспағандығы туралы қарап отыра беруге болады. Егер асқан жағдайда біздің жаңағы экологиялық бақылау бөлімі жаңағы тиісті шаралар көріп, әкімшілік жауапкершілікке тартатын болады. Сонымен қатар бір экстремалды жоғары ластану дерегі орын алды. Ол өздеріңізге белгілі, тамыз айында индустриалдық аймақта күкірттің жануы, сол кезде жаңа қалада экстремалды ластану фактісі анықталды. Ол бойынша жаңа өзім айтып өттім, жалпы тексеру жүргізіліп, қазіргі таңда ол мекеменің жаңағы деятельность жалпы тоқтады соттың шешімімен. Сонымен қатар жаңағы қылмыстық жаңағы құрамы бойынша жаңа өзім жоғарыда айтып өткендей анықтау мақсатында РОУД-ға жолданған болатын полиция басқармасы істі жүргізіп, қазір соттың қарауында. Жалпы мынау енді жазғы уақыттарда осының бізде қалада жағымсыз иістің шығуымен көп тұрғындар жаңағы әлеуметтік желілерге жазып отады, немесе бізге шағым жазып қалдырып отады. Сондай мақсатта бізде Шымкент қаласы әкімшілігімен бірігіп жаңағы дежурство дейміз ғой, түнгі кезекшілік бекітілген. Ол түнгі сағат 11-ден, кешкі сағат 11-ден түнгі 3-4-ке дейін жүреді. Ол жерде біздің жалғыз департамент экологияның лабораториясы емес, ол жерде жаңағы ЦЭС-тің лабораториясы, Қазгидрометтің мамандары, әкімшіліктің мамандары, СПК-ның мамандары жалпы кезекшілікте жүреміз. Жаңағы мен айтқан индустриалдық зонадағы 14 мекемеге тексеру осы жаңағы мониторингтің есебінен жүргізілген тексерулер. Жалпы мониторинг кезінде қандай да бір
фактіден фактісі анықталатын болса мөлшерден асу, сол кезде тиісті құжаттарды жаңағы оформлять тиісті құжаттарды жинақтап департаментке жолданады. Департамент өз құзырет шеңберінде тексерулер жүргізіп, аталған мекемелерге қатысты жаңағыдай проверкалар жүргізіп, штрафтарын салып, нұсқама беріп, және егер жаңағы грубый нарушение болатын болса, сотқа жолдап қызметін тоқтатуға дейін барамыз. Сонымен қатар мынау өздеріңіз көріп отқан слайдтағы слайд, бұл жаңағы біздің департаменттің жаңағы атқарған жұмыстары. Бұл жерде жаңағы жергілікті полиция басқармасымен бірігіп атқаратын іс-шара. Бұл жерде таза қала деген сияқты қаладағы машиналардың, ол жерде ескі машина болсын, жаңа машина болсын, автокөліктердің, жүк көліктері болады, жаңағы ауаға тастандылардың қаншалықты жаңағы шекті мөлшерден анықтау фактісі бойынша жүргізілген жұмыстар. Осындай жұмыстарда департамент өз қызметтерінде жүргізіп жатады. Бұл енді бізде күнделікті емес, жаңағы маман тапшылығына байланысты. Біздерде квартал дейміз. Кварталына бір 10 күн шығамыз. Әр өздерінің бекіткен нүктелері бар. Сол нүктелер бойынша жаңағы жұмыстар жүргіземіз. Сонымен қатар өздеріңіз көріп отырған слайдта бұл жерде жаңағы біздің экологиялық зертханамыздың, лабораториямыздың қала маңынан ағып өтетін Бадам өзені, Қошқарата өзені, Сайрамсы өзені, Ақсу өзендеріне жүргізілетін мониторингтердің жұмысы. Өздеріңіз көріп тұрғанда бұл жерде де жаңағы қиындық тудыратын мәселе. Бұл жерде біздің Қошқарата қаланың ортасынан ағып өткендіктен көп тұрғындар өзеннің үстін қоршап алған, немесе өзеннің жағаласына тақап қоршап алған, сондықтан бізге көп қиындық тудырады. Жаңағыдай анализдер алу, немесе жаңағы ластау көздерін анықтау деген сияқты. Мынау екінші слайдта көріп отқандарыңыз, бұл жаңа өзім айтып отқан Жұлдыз микрорайонындағы жаңағы канализациялық жұмыс, насостардың жұмыстың істен шыққандығы, жаңағы мынау істен шығу нәтижесінде жаңағы проверка жүргізіп, тиісті құжаттама нұсқамалар беріліп, қазіргі таңда ол жаңағы қалпына келтіріп, тиісті деңгейде жұмыс жасап тұр. Ал мынау слайдта көріп тұрғандарыңыз, бұл да жаңағы бір мониторингтің кезінде анықталған нәрсе. Бұл канализациялық жаңағы жүйедегі канализациялық сарқынды сулардың жер бедеріне ағып, одан ары қарай Қошқарата өзеніне түсіп жатқандығы бұл жерде болған. Содан кейін біз осы мәселені көтеріп, қалалық әкімшіліктің несімен протоколдық нұсқаумен қазіргі таңда бұл жерде тиісті жұмыстар жүргізіліп, қазіргі факті тоқтатылды. Қазіргі уақытта жер бедеріне су ағу жоқ. Тиісті жаңағы энергетика басқармасы барлық құжаттарын жасап, барлық документтерін, барлық жаңағы заңбұзушылықтарды орнына келтіріп, қазіргі таңда осы қалай айтсам екен, жалпы тоқтатылды. Қазіргі уақытта су ағып жатқан жоқ. Одан кейін сонымен қатар бізде Қазақстан Республикасы ғарыш сапары бар, акционерлік қоғамы. Сонымен біздің министрліктің арасында бекітілген меморандум бар. Сол ғарыш сапарының біздің қалада ғарыштық снимкалар жасайды. Қал жерде қаншалықты жаңағы тұрмыстық қалдықтармен анықтау бойынша. Осы бойынша мына жерде жүргізілген жұмыстар, бұл әкімшіліктің жүргізген жұмыстары, жергілікті атқарушы. Біздер қадағалап, осы нүктелердің бәрін анықтап, біздің департаменттің мамандары шығып, жаңағы ғарыш сапарының снимкасын жаңағыдай өз көздерімен көріп, біздер жаңағы тазалау жұмыстарын жүргізген мәселе. Бұл жерде мысалы салыстырмалы түрде айтатын болсақ, 2022 жылы Шымкент қаласы бойынша осы ғарыштық снимкалардың негізінде 44 нүкте анықталған болатын болса, 22 жылы 26 нүкте анықталды, ал 24 жылы 25 нүкте анықталған. Қазіргі таңда бұл анықталған жаңағы қоқыс орындарының бәрі залалсыздандырып, тиісті деңгейде жұмыстар атқарылды. Қазіргі таңда 100% ғарыштық снимкаларда көрсетілген жаңағы ластау нүктелері тазаланды. Жалпы бұл бойынша да тиісті жаңа басында атап өттім.
тиісті жаңағы қалдықтарды дұрыс уақытысында залалсыздандырмаған үшін мына әкімшіліктің тиісті мамандарына, жауапты тұлғаларына жауапкершілікке тартылып жаңа нұсқамалар берілген. Жалпы бұл жерде Әл-Фараби, Қаратау, Тұран аудандарында Қазақстан Республикасының жаңағы 328-ші бап, 324-ші баптың 1-ші тармақшасымен сәйкес 4 әкімшілік хаттама толтырылды. Жалпы енді сіздерге ақпарат ретінде Шымкент қаласында мынау жалғыз полигон бар. Ақтас қаласында орналасқан, Ақтас мөлтек ауданында орналасқан, көлемі 34 гектарды құрайды. Қалаға келіп түскен мынау жалпы сол полигонға келіп залалсыздандырған келіп түскен полигонның жалпы құрамы 254 мың тоннаны құрады бір жылда. Оның ішіндегі 87 мың тоннасы сұрыпталып, жалпы сұрыптаудың 34%-на жетіп отыр. Қазір уақытта жалпы қала бойынша 2937 контейнер орнатылды. Пластик қалдықтар орнату үшін жаңа 205, құрғақ және ылғалды фракцияларды бойынша жинау 250, құрамында сынауы бар қалдықтар жинау үшін 50 контейнер орналастырылған. Жалпы енді 25-ші жылы Шымкент қаласы бойынша экология департаменті мынандай төмендегідей міндеттерді атқарамыз деп жоспарлап отырмыз. Жалпы Шымкент қаласы бойынша экологиялық жағдайын жақсарту негізінде жол картасы бекітілген. 23-ші жылы сол жол картада жаңағы қаланың 26 пункттен тұрады. Сол жол картаның орындалуын ары қарай өз бақылауымызда ұстау және жаңа 25-ші жылға бекітілген өзіміздің профилактикалық бақылау деп айтамыз, тексерулер, соны тексерулерді тиісті жеңгірде жүргізу, ол жерде профилактикалық тізім бойынша, ол жерде талаптарға сәйкес бойынша 16 мекеме біз өзіміз пландағанбыз, сол мекеменің бәрін тексеру, тиісті шараларын көру. Қоршаған ортаны мониторинг кеңейту аясында қала аумағында өзендерге, атмосфералық ауаға және ірі кәсіпорындардың санитарлық қорғау аймағына мониторинг жұмыстарын жүргізіп, атап айтқанда Қошқар-ата, Қарасуның сапасын және Бадам су, Сайрам су өзендерінің мониторингтер жүргізу. Сонымен қатар рұқсат етілмеген бей-берекет қоқыс орындарын анықтау мақсатында рейдтік іс-шаралар жүргізу, кең таралған пайдалы қазбаларды заңсыз өндіру деректерін анықтау мақсатында құзырлы органдармен рейдтік шараларын жүргізу. Жалпы назарларыңызға рахмет. Жалпы 24 жылдың қорытындысы бойынша осындай шаралар атқарған департамент. Баяндамаңыз үшін рахмет, Ермахан Тастанбекұлы. Әріптестер, енді сұрақ-жауап кезеңіне көшеміз. Сұрақтарыңызды микрофон арқылы қоюларыңызға рұқсат. Ақерке Құдайбергенқызы. Ақерке Құдайбергенқызы, Айғақ телеарнасынан. Менің қоятын алғашқы сұрағым осы тексеру сандары мен айыппұлдар жайлы қазір нақты айтып жатырсыз. Қазір тексеру дәл қайсы мекемелерге өтті және де ең көп айыппұл қай мекемеге салынды? Енді сумасын айтпасаңыз да, енді қаражатын айтпасаңыз да, қай мекемеге салынғанын атап өтсеңіз. Жаңа слайд ашып жібересіз бе? Сол жерде көрсетілген. Мынау негізгі бөлігі, негізгі бөлігі индустриалдық аймақтарда орналасқан мекемелерге қатысты. Ол мекемеде үлкен кәсіпорындардың ішінде мұнай өңдеу зауыты бар, Петроказахстан Oil Products деген, ол жерде 47 миллион штраф салынған. Одан қалса индустриалдық аймақта орналасқан темір балқыту зауыттары бар. Олардың әрқайсысына Гермес-Б деген мекеме бар, одан қалса Сюань-Стиль деген мекеме бар. Олардың әрқайсысына 100 миллион теңгеден штраф салынған. Жаңа айтып өттім, жалпы индустриалдық аймақтарда 14 мекемеге қатысты тексеру жүргізілген. Жаңа санын айтып өттім ғой. Оның ішінде жаңағы металл балқытатын зауыттар бар, медициналық қалдықтарды өңдейтін мекемелер бар, және басқа құрылыс жаңағы материалдарын шығаратын мекемелер бар. Жаңағы одан қалса негізгілер осылар. Негізгі айыппұлдың көп мөлшерін арқалаған мекемелер осы индустриалдық аймақта орналасқан металл өндіретін және металлды балқытатын зауыттар. Сонымен қатар мұнай өңдеу зауыты. Рахмет. Петроқазақстан. Осы жайлы айтыңызшы, жанында жатқан елді мекендерден арыз көп түсе ме, қаншалықты жиі түседі және саны неше ол арыздардың? Ол арыздарды
бізге 24-ші жылы бір ғана арыз түсті, 25-ші жылы әлі күнге арыз түскен жоқ, бірақ елдің мынау халықтың көбісі әлеуметтік желіге шығып айтып жатады, ол бірақ бізге тексеріс ашуға негіз болмайды. Сондай жаңағыдай енді көп әлеуметтік желіге кісілер осы қала тұрғындары жаза берген екен, мынау біздер мониторинг жұмыстарын жүргізілген. Соның нәтижесінде жаңағы ароматика дейміз, жаңағы осы нефтеперегон заводтан шығатын иістердің болу фактісі бойынша қазіргі таңда шектен асу фактісі анықталып, қазіргі таңда уже тексеру жұмыстары дәл қазір уақытта жоспардан тыс тексеру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Біздің мамандар, жаңа лабораторияның мамандары, инспекция, бүкілі қазір сол жақта сол жұмыстарын жүргізіп жатыр. Жалпы мынау осы сіздердің сұрағыңызды пайдаланып айта кететін жағдай, мына көп тұрғындар жаңағы әлеуметтік желіге шығарсақ, экология департаменті болмаса басқа да органдар, құзырлы органдар тексеру жүргізе береді деп ойлайды. Ал негізі ондай емес. Кәсіпкерлік кодексінің жаңа 144-ші бабына сәйкес мынау тексеріс жоспардан тыс тексеру жүргізу үшін жаңағы міндетті түрде жаңағы жазбаша тұрғындардың өтініші болу керек. Қандай мәселе болып жатыр, қандай жағдай оларды мазалайды және қандай заңбұзушылықтарды көрді. Дәлелді құжаттармен келсе, біздер, например, әр уақытта жаңағы жұмыс істеуге, тексеру жүргізуге біз дайынбыз және бармыз. Мынау енді жаңа тағы бір осы сәтті пайдаланып кететін нәрсе, мен жаңа өздеріңізге басында айтып өттім, біздің Шымкент қаласы бойынша экология департаментінде бар жоғы 10 мемлекеттік қызметкер бар дедім. Оның 4-еуі жаңағы тек қана жаңағы тексеру жүргізуге құқығы бар мемлекеттік қызметшілер. Ол 4 кісіден басқа бізде жаңа лаборатория қатысады, 3 кісі, сонымен 7 кісі. Негізі тексеру жүргізетін инспекторлар, ол бізде 4-еу ғана. Ол жаңа өзіңіз білесіздер, 1.300.000 тұрғыны бар осындай мегаполиске ол жеткіліксіз. Сондықтан жаңа көбісі біздер жаңағы кінәлап жатады, сіздер үйтпейсіздер, сіздер бүйтпейсіздер. Ал біз енді негізінде көп жерде үлгере алмай жатамыз. Біреуі жаңағы отпускіде болады, біреуі больничныйда болады, инспекторы адам болған кейін неше түрлі жағдай болады ғой. Сондықтан маман айтып жатырмын, бүкіл қалаға 4 маман, 4 инспектор. Ол жаңағы біз әлеуметтік желідегі әрбір неге кейбір кезде үлгермей де қалуымыз мүмкін, арыз шағымға да шығып үлгермей қалуымыз. Сондықтан егер осы тұрғындар, осы қаланың белсенді азаматтары, өзіңіз сияқты жаңа бұқаралық ақпарат құралдары қандай да бір заңбұзушылықтарды көріп отқан жағдайда болса, жаңағы біздің мекен жайымызға өтініш арқылы болмаса, қазір жүріп керек емес, өтініштен бізге арыз шағымдарыңызды жіберсеңіздер, ол бізге бір жағынан көмек болар еді, екінші жағынан жаңағы заңбұзушылықтарды алдын алуға негіз болар еді. Сұрағыңызды микрофонға қойсаңыз. Жаңағы мамандарды көбейтпеу не қандай мәселе? Ол енді біздің құзыретіміздегі нәрсе емес. Бізде министрлік ұсыныс тасталып жатыр. Енді ол биыл қаралады деп жатыр енді министрлікте. Ол енді біздің жаңағы министрлікке тиесілі нәрсе. Бізде қанша маман бар, сонымен әйтеуір былай қарағанда жұмыс жасап жатырмыз. Бірақ енді результаттарды өзіңіз көріп тұрсыз. 2023 жылы 44 миллион штраф салған болсақ, 24-ші жылы 284 миллион штраф салдық. Оның ішінде 7 мекемеге қатысты соттың таза шешімі шыққан, жаңағы қызметін тоқтата туралы. 7 мекеме қатысты. Ол жаңағы индустриалдық зонада орналасқан мекемелер. Ол жаңа айтып өттім, металл балқытатын заводтар, жаңағы оның үстінде медициналық қалдықтарды өңдейтін мекемелер. Негізгі ол мекемелердің жаңағы тексеру барысында анықталған заңбұзушылықтары көбісінде жаңағы фильтр дейміз ғой, тазалау қондырғылары жоқ, немесе мынау экологиялық құжаттары жоқ, немесе жаңағы өздері бір мекеме, былай айтсақшы, бір мекеме ашады, қасынан енді үлкейеді ғой, расширение болады, әйтеуір үлкейткісі келеді кісілер. Бірақ үлкейтеді, бірақ тиісті рұқсат құжаттарын алмайды. Сондықтан тексеру барысында жаңағы анықталады, одан кейін сотқа барамыз. Соттың шешімімен ол кісілер тоқталады. Қазіргі таңда 7 мекемеге қатысты соттың шешімі шыққан. Жалпы солай. Қарлығаш Байгөбек, Ермахан Тасламбекұлы, алғашқы сауалым мынандай: қаладағы автокөліктер мен зауыттардан шығатын түтіндердің құрамын қаншалықты катализаторлар арқылы тексересіздер? Тексеру нәтижесінде қанша автокөлік зауыт анықталды? Егер тексеретін болсаңыздар, айлап, апталап, күндеп тексересіздер ме негізі? Жоқ, бізде
Катализатор деген мәселе ол енді техникалық регламентке сәйкес жасалатын нәрсе шығар. Енді ол біздің құзыретіміздегі шаруа емес. Ол енді жол полициясына қатысты. Қаншалық или басқа мемлекеттік органға қатысты шығар. Оны мен сізге нақтылап айта алмаймын. Бізге қатысы жоқ. Біздің құзыретіміздегі шаруа емес ол. Микрофонға қойсаңыз. Қаншалықты экологиялық қаншалықты зиян шығып жатқанын мен сізге жаңа слайдты да көрсеттім. Ол жерде бізде мынау күнделікті шығуға бізде ол не жоқ, мүмкіндік жоқ. Одан қалса мынау басқа қалалардағыдай мынау слайдта, 11-ші слайдта көріп тұрсыздар. Бұл жерде мынау көшеге шығады инспекторлар. Бірлесіп жұмыс жасаймыз. Өйткені біздің мамандардың жаңағы полицияның жаңағы кетіп жатқан көліктерді тоқтатуға біздің құзыретіміз жоқ. Біз сондықтан мынандай полиция қызметкерлерімен бірігіп жұмыс жасаймыз. Сол кезде мынау жалпы машиналардың, жаңа айтып өттім, автокөліктердің ауаға тастандыларын жаңағы осылай тексеріп, тиісті протоколды ол жерде де біз толтырмаймыз. Ол жерде мынау полиция қызметкерлері толтырады. Себебі біз жаңағыдай протокол толтыру үшін негіз болу керек. Ол жерде проверка жүргізуіміз керек. Проверка дегеніміз ол регистрация өтуіміз керек. Сондай мәселе болғандықтан біз жаңағы осылай бірігіп жұмыс жасаймыз. Басқа қаладағыдай енді ұсыныс жасағанбыз. Мынау қаланың кіреберіс үлкен магистральдарға жаңағы экологиялық посттар қою бойынша. Енді оны қазіргі уақытта мынау жергілікті басқару әкімшілік бар ғой, солармен бірігіп жұмыс жүргіземіз. Біз де ойлаймыз, Құдай қаласа, осы алдағы жылдарда осы мәселе іске асып, экологиялық посттар қоямыз деп ойлаймыз. Сол кезде жаңағы кез келген машинені тоқтатып, жаңағы ауаға қаншалықты зиян заттар тастап жатыр, шектік мөлшерден асып жатыр, немесе асып жатқандығы туралы мен сізге сол кезде толық айта аламын. Ал жаңа баяндамадан көрдік, қала бойынша 2937 контейнер орнатылған екен, қоқыс жәшігі. Дәл осы тұста қай аудандарға орнатылды? Біз білуімізше көптеген әлеуметтік желіде оқимыз, әсіресе Әл-Фараби ауданында жеткіліксіз. Және де мынау Әл-Фараби ауданында және Тұран ауданында жазғы кездегі жаңа ауаның ластануы басымырақ болады. Осы орайда айтыңызшы. Менде қазір қай ауданда менде жоқ, менде жалпы менде қалада қанша негізі әр ауданға қанша контейнер орнатылды? Енді мынау әкімшіліктің біздегі мынау табиғи ресурс, мынау қалалық жайлы ортаны дамыту басқармасына қатысты болғандықтан, соларда қай ауданға қанша орналасқан, соларда бар. Мен сізге жаңағы жазбаша түрде қанша қай ауданға орнатылған анықтап, мен сізге жазбаша түрде бере аламын. Өйткені контейнерді біз орнатпаймыз, біздің департаменттің құзыретіндегі жағдай емес, контейнерді орнататын жаңағы мекемелер. Біздерде жалпы информация болады, қанша контейнер бар, қаншасы тазаланып жатыр, тазаланбай жатыр. Егер тазаланбаған жағдайда сол мекемеге қатысты біз жаңа әкімшілік айыппұлдар салатын боламыз. Арыз түскен жағдайда, ол да болатын болса. Уақыт телеарнасынан. Уақыт телеарнасынан Мери Сәрсенбек. Жалпы кәсіпорындарда ауаға ластаушы заттардың шығындылары қанша тоннадан аспау тиіс жылына? Ол жерде мынандай нәрсе, бізден олар рұқсат құжаттарын алады. Әр кәсіпорынға әртүрлі белгіледі өрде. Мен сізге мынау кәсіпорындікі мынанша, мынау кәсіпорындікі мынанша деп айта алмаймын. Өйткені оны рұқсат құжаттарында қарау керек. Бізден рұқсат құжаттарын алады. Сол рұқсат құжаттарында көрсетіліп тұрады. Например, жаңағы нефтеперегонный завод дейміз, Петроказахстан. Петроказахстанда, например, 18 000 тоннадан аспау керек жылына. К примеру, Шымкент цемент 5 000 тоннадан аспау керек. ТЭЦ 3 000 тоннадан аспау керек. Деген сияқты, әрқайсының өзінің қуаттылығына байланысты деп айтайыншы. Әр мекеменің өзінің қуаттылығына байланысты жаңағы өздеріне жаңағы шектік мөлшерлер белгіленіп қойған. Егер одан асқан жағдайда, мен жаңа айтып өттім, әкімшілік айыппұлдарға салатын боламыз. Осы жерде тағы бір сұрақ туындайды. 500 тоннадан асу енді ауаны былайша айтқан кезде өте қатты ластау болып табылады. 500 тоннадан асқан кәсіпорындар ауаны ластаған үшін қандай да бір қаржылай ақы төлей ме? Төлейді, әрине. Қанша төлейді? Мен жаңа айтып өттім ғой, 500 тоннадан асқан дегенде, ол 500 тоннадан асқан мекемелер АСМ болады, автоматизированный система мониторингі. Сол АСМ-нің данные бойынша, бізге келіп түскен ақпарат бойынша, біздердің балалар, біздің жаңа инспекторларымыз бар, жаңа ауаға қанша зиян зат тасталды, шектік мөлшерден асып кетсе, айыппұлдар салынатын болады. Ол жерде айыппұлдың мөлшері қанша мөлшерде асып өтті. Одан қалса,
оған біз жаңағы штрафтан айыппұлдан басқа біз жаңағы налоговый органдарға жібереміз, жаңағы жергілікті жаңағы осынша зиян заттар осынша мөлшерден асып кетті, осыған қосымша жаңағы налог төлесін деген сияқты десятикратка дейміз, сондай шаралар жүргізілетін болады. Рахмет. Жаңа айтып өткен жаңағы 284 миллион деп айтып отырмыз ғой. Негізі 220 миллионның басым бөлігі осы өздерінің алынған жаңағы фактілерінен асу факті бойынша салынған штрафтар. Жаңағы нефтеперегонның салынған КОПқа салынған штрафтында жаңа 47 миллион деп айттым, 47 миллионның негізгісі осы өздері алған шектік мөлшерден асу фактісіне салынған штраф. Әріптестер, басқа да сұрақтарыңыз бар ма? Құрметті әріптестер, айта кетейік, қазір бізде табиғи монополияларды реттеу департаментінің брифингі өтетінін хабарлаймыз. Осымен сұрақтар болмаса, бүгінгі баспасөз конференциямызды қорытындылаймыз. Құрметті Ермахан Тастанбекұлы, бүгінгі ақпараттық алаңға келіп бақ өкілдерінің сұрақтарына жауап бергеніңізге алғысымызды білдіреміз. Назарларыңызға рахмет. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Сау болыңыздар.